Еркектің иісі. Мақсат Ысқақов. Жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме. Неге бүгінде ажырасу көп? Оған алдымен кім кінәлі? Әрине әркімнің өз пікірі бар. Бәрінікін дұрыс делік. Шындығына келгенде, оған әуелі еркек кінәлі. Неге деген сұраққа жауап беріп көрелік. Әйел ерекше сезімтал жаратылыс. Оның әркез әйел екенін сезіндіріп тұратын еркегінің мысы. Еркектің мысы дегеніміз айғырдың сідігі сияқты иісі мүңкіп тұрады. Еркектің иісі мүңкіп тұрған жігіттен ешқашан әйел кетпейді. Еркектің мысы деп оның мәрттігін, азаматтығын, адамгершілігін, сынақ келсе сүрінбейтін сенімділігін, табаны таймайтын тұрақтылығын, қаймағы бұзылмайтын қадір қасиетін айтады. Үйірін үйіріп тұрған жылқының қасиетін айғырдың мысы дейді. Айғырдың мысы болмаса, биелер тұрақтамас еді. Үйірі ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетер еді. Өткенде бір танымал әзілкеш жігіт әлеуметтік желіде әйелімен ажырасқанын жазды. Үлдемен бүлдеге ораған әйелінің артынан қанша барса да келіншегі келмей қойды. Неге? Орынсыз әзіл, ретсіз қалжың, пайдасыз жырқыл еркектің мысын алып қояды. Мысы жоқ еркектің әйелге қадірі жоқ. Онымен бірге тұру да әйелге қызық емес енді. Неге қыздар көбіне бұзық жігіттерге құмар? Күн сәулесінен алатын D витамині құсап, басы ноқта симайтын тентектіктен де еркектің иісі шығып тұрады. Мүмкін содан да болар. Ер жігіттің бойынан қымбат парфюм емес, алдымен еркектің иісі аңқып тұру керек. Біздің қыздар иіске өте сезімтал. Каналым ұнаса, лайк басып пікір жаза отырыңыздар.